Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін адам ағзасына пайдалы ерекше компот жасайтын боламыз. Алда бұдан да күшті рецепттерді көру үшін менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 1 шай қасық уксус және 1 шай қасық нан соданы салып, жақсылап араластырып алып, осыған барлық компотқа пайдаланатын жемістерімізді жақсылап жуып аламыз. Жемістеріңізді осы әдіс арқылы жуу сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді, яғни компотты бір қайнатып, қайтадан төгіп, екінші рет қайнатып жүрмейсіз. Қайнаған суды үстіне жауып, қорықпай жауып тастай берсеңіз болады. Нан, сода, уксус қосылған суымызбен жуып болғаннан кейін тағы да бір таза сумен шайып алғаныңыз дұрыс. Компотқа қосатын жемістеріңіздің барлығын өзіңіздің банкіңізге ыңғайлап турап аламыз. Мен компоттың құрамына апельсин, мята, яғни жалпыз, өрік, алша қосып жауатын боламын. Міне жемістердің барлығын жуып, турап, тазалап алдым. Енді суымызды жақсылап қайнатып аламыз және банкімізді стерильдейміз қайнаған бу суына, және де біз пайдаланатын крышкамызды және қақпағымызды да стерильдеп қайнаған суға қайнатып аламыз. Стерильденген банкымызға жемістерімізді бірдей мөлшерде барлығына салып аламыз. Ең астына мятаны салдым, үстіне өрікті, апельсинді, алшаны бірдей көлемде барлығына салып аламын. Мятаның адам ағзасына пайдасы өте көп, сондықтан әсіресе қыс мезгілінде біз көбірек тұмау боламыз. Сол кезде бізге өте пайдалы компот болады. Сол үшін сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Тек қана мятаның ғана емес, әр жемістің адам ағзасына тигізер пайдасы мол, және де тек бұл ғана жемістер ғана емес, өзіңізде қандай жемістер бар, соларды да қосып компот жасай беруіңізге болады. Ендігі кезекте дәміне қарай, өзіңіз қалауыңызға қарай қантты қосасыз. Енді жақсылап ұзақ уақыт қайнаған суыңызды компотыңызға және банкіңізге құйып, қақпағын жауып тастай беруіңізге болады. Осындай банкі жапқыш құрал арқылы банкіңізді енді қорықпай жауа берсеңіз болады. Әрине, қақпағы дұрыс жабылды ма, жабылмады ма тексеріп алыңыз. Міне енді біз компоттарымыз қысқа дайын. Қыстың мезгілінде балаларға таптырмас дәрумен және де дәрі ішпей қиналатын балаларға емдік қасиетті бұл сусын болады. Назарларыңызға рахмет, сіздер жасап көріңіз.